Іс-сапарға немесе саяхаттауға жиналдыңыз ба? Алматыда бір тәулікке жалға берілетін пәтерлер. 24 home.kz. Народное радиода Жұлдыз жорамал. Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең шілденің 13-не арналған жұлдыз жорамалымызды ұсынамыз. Топта. Заттарды ретке келтіре аласыз, бірақ құжаттармен айналысуға және несие алуға болмайды. Бұл романтикалық кездесулерге және махаббат оқиғаларына жақсы уақыт. Егер осы күні жақын адамыңызбен келіспеушіліктер туындайтын болса, оларды асқындырмаңыз немесе келісуге тырыспаңыз, әңгімені неғұрлым қолайлы сәтке қалдырған дұрыс. Бұл күн күшті сүйіспеншілікті немесе отбасылық қатынастарды бағалайтын белгілердің өкілдеріне тыныштық сезімін сыйлай алады. Жаңа перспективалы таныстықтар болуы мүмкін, өзден саулығыңызға мұқият болыңыз. Жақын адамыңызбен қарым-қатынасты қиындатпаңыз. Сіздің ыстық мінезіңіз жеке майдандағы проблемаларды туындатуы мүмкін. Сондықтан әзірше жауапты шешімдер қабылдамауға тырысыңыз. Махаббатта қызғаныш көрсетпеңіз, бұған себеп жоқ. Жанжал туғызбау үшін сөздеріңіз бен әрекеттеріңізді қадағалауыңыз керек. Ынта жігерге толы болыңыз, алайда сіздің тоңғалаққа таяқша сала алатын қызғаныштардан сақ болыңыз. Даулар мен келіспеушіліктерден аулақ болыңыз. Жақын адамдарыңыздың эмоционалды қолдау қажет. Әртүрлі асыра сілтемелерден аулақ болыңыз. Өзіңізге ұнайтын істерге көбірек уақыт бөлуге тырысыңыз. Қолайлы кезең. Егер сіз пассивті бақылаушы болсаңыз, бұл күнді тыныш өткізесіз. Ал егер бастамашылдықты жөн санасаңыз, онда жолда ешқандай кедергі болмайды. Жаңа романтикалық хоббидің уақыты келді. Бұл күні бұл белгінің өкілдері эмоцияларға толы болады. Сондықтан сәттілік сәтсіздікке, жетістік сәтсіздікке ауысады. Барлығы сенімсіз, салыстырмалы болады. Көбісі қарым-қатынас пен көңіл көтеруге құмар. Осы себепті үлкен қаражатқа байланысты барлық күрделі қаржылық мәселелерді кейінге қалдырған жөн. Бұл кезең шытырман оқиғаларға және тәуекелге бейімділікті ұсынады. Басқа адамдардың мүмкіндіктерін дұрыс бағалау жалған үміттерден аулақ болуға көмектеседі. Ұсақ қиындықтар болуы мүмкін, олар із қалдырмай өтеді. Отбасымен қарым-қатынаста сіз айлакер болмауыңыз керек. Мұнда толық шынайылық қажет. Ең бастысы жалқау болмау. Жеке деңгейде ешқандай көңілсіздік болмау керек. Мүмкін сіз өзіңіздің сүйіктіңізді кездестіресіз. Ескі қарым-қатынас жаңа күшпен өршуі мүмкін. Өздеріне пайда іздеп айлакер болуы мүмкін адамдардың кеңестерінен сақ болыңыз. Бұл кезең кез келген кәсіп үшін қолайлы. Мейлі ол жаңа жоба немесе хобби болсын. Шешім қабылдаған кезде өзіңіздің дұрыс екендігіңізге күмәнданбауыңыз керек. Шілденің 13-не арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Народное радиода Жұлдыз жорамал.